тілі сабағын бастаймыз, отырыңыздар. Балалар, өткен сабақтарда біз қандай бөлімді бастадық? Какой раздел мы начали? Айтыңдаршы. Жарайсыңдар. Сіздерде мынау алдарыңызда сұрақтар себеті бар. Осы жақта дастан оқи ғой. Кім болды? Жақсы, селе ғой. Радмир, оқимыз. Айша, оқи ғой. Тамаша, ұланғазды. Радмир, оқы. Қандай тамаша? Өте жақсы. Жарайсың, Радмир, отыра ғой. Данил. Тұңғыш ұстаз кім, Данил? Кім айтады? Тұңғыш ұстаз кім? Тұңғыш ұстаз. Кім? Тұңғыш ұстаз кім? Кел балалар. Балалар, экранға қарайық. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері олар ою, орнамент, жазушы, писатель, қаһарман, батыр, герой. Давайте повторяем эти слова. Ою, орнамент. Ою, орнамент. Жазушы, писатель. Жазушы, писатель. Қаһарман, батыр, герой. Қаһарман, батыр, герой. Тамаша. Енді орнамент, герой, Қаһарман, писатель, жазушы. ал енді сіздерге бірінші тапсырма. Мына сөздердің аудармасын табамыз. Орнамент сөзі қалай перевод болады? Ою, герой, қаһарман, жарайсың, писатель, кім айтады? Жазушы, тағы герой, қаһарман, батыр. Өте жақсы. Енді мынандай сиқырлы сандықтарымыз бар. У вас есть вот эти цифрлы сандық. Осының ішіндегі сөздердің переводын тауып, аудармасын тауып, және ол сөздерді қатыстырып сөйлеп көріп айтамыз. Әрбір дұрыс сөйлем үшін сіздерде 2 балл болады, жарай ма? Қылышталамыз балалар. Орнамент. Менің анам оймен жұмыс істейді. Қанша балл қоямыз Каусарға? Қанша балл қоямыз? Көтеріп 2 балл. Жарайсың, Жасмина. Жазушы, писатель. Мен жазушы болғым келеді. Қанша балл қоямыз? Қанша? Тамаша, 2 ұпай. Айзере. Менің әпкем жазушы. Дұрыс па сөйлем? Дұрыс. Жақсы, 2 балл. Айша, сөйлем құраймыз. Қаһарман, герой. Менің әкем қаһарман. Қанша балл қоямыз? Айшаға қойыңыздаршы. Бірінші топ, екінші топ. Айшаға қанша ұпай қоямыз? Тамаша. Камила. Жазушы ойын туралы жазады. Қанша балл? Қанша ұпай? 2. Жақсы. Тағы кім? Кім сөйлем құрайды? Алан сөйлем құраймыз ба? Дастан? Жазушы, писатель. Менің ағам жазушы. Қанша ұпай қоямыз? 2. 2 ұпай қоямыз. Алан сөйлем құраймыз ба? Деген балл қоямыз. Сәлем, жақсы. И вернем. Что я поставлю? Ставим. Лидер шығады да жауап береді сұрақтарға. Жарай ма? Кто будет выходить? Экранда қарайсыз балалар. Қараңдар, не істеу керек? Рамазан.
Ayşe tekrar sana. Попробуйте сейчас, да. Болды. 1, 2, 3. Балалар тыныш. Алан келеді. Алан шық. Тыңдаймыз. Так. Ғалымдар тобы, ақындар тобы тыңдаймыз. Алан қалай жауап берді? Бағалаймыз. Бауыржан Момышұлы. Қандай? Ақылды. Не істейді? Қорғайды. Сөйлеу. Бауыржан Момышұлы ақылды. Кім? Отыр. Дұрыс па? Ал бағалаймыз, дұрыс па? Жақсы. Алан. Сіздердің топтарыңызға 3 ұпай барлығына. Келесі кім шығады? Тағы кім шығады? Отырдаймыз ба? Они Тыңдаймыз. Батырлар, ақындар тыңдаймыз. Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы қандай? Бауыржан Момышұлы батыр. Ол не істеді? Ол қарды. Кім? Сөйлеу. Бауыржан Момышұлы батыр. Қанша бал қоямыз? Қанша ұпай қоямыз? 2. Айша, Тамила қанша ұпай қоямыз? Барлығына 3 ұпайды. Молодцы, жарайсыңдар. Келесі, 3-ші топ. Кел Айша, шығамыз. Барымыз базар. Тыңдаймыз Айшаны. Бауыржан Момышұлы кім? Бауыржан Момышұлы батыр. Тыңдаймыз жасын. Қандай? Бауыржан Момышұлы батыр. Бауыржан Момышұлы не істеді? Бауыржан Момышұлы Соғысқа қатысқан. Дұрыс па? Қанша бал қоямыз? Өте жақсы. 3 ұпай. Барлығына 3 ұпайдан. Келесі тапсырма бал. Осы стикерлерге бүгінгі сабақ туралы өздеріңіздің эмоцияларыңызды, немесе ұнады, ұнамады белгілеп, мына көңіл күй букетінде егер сабақ ұнаса осында, ал ұнамаса мұнда жазыларыңыз жарай ма? Стикерлерді алып. 57-ші бет, 2-ші тапсырма. Я еще лучше. Айша, он давно шабая положила.